мектеп лицейінің 5-ға сыныбынан білім алушысы Амангелді Уәлихан. Бүгін сізге буллинг дегеніміз не және оның қандай түрлері бар? Осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, сізге де әлем әдебиетіндегі Жулиана Паласионың қазақ тіліне аударылған ғажайып романын оқуға ұсынбақшымын. Әлемдік әдебиетіндегі Жулиана Паласионың ғажайып романы. Бұл қызыққа толы, кейде көзіне жас келтіріп, кейде жүрегінде елжірететін балаларға арналған роман. Ғажайып 10 жастағы Огидің оқиғасы. Ол басқа балалар сияқты кәдімгі істермен айналысады. Балмұздақ жейді, доп тебеді, өзін кәдімгі балша сезінеді. Бірақ оның түрі өзгелерге ұқсамайды. Небәрі 10 жаста бетіне 27 рет операция жасалған. Сол себепті 5-ші сыныпқа дейін мектепке бара алмаған. Ол енді жаңа мектепке барады. Оны сыныптастары қалай қабылдайды? Ол жақын дос таба ала ма? Onun karşısına oturma. O ağlıyor ama o sarmış çok güzeldir. Огиге түрлі сынақтардан өтуге не көмектеседі? Ол қатарластарының арасына кіре ала ма? Оқиғаның соңында Огиді қандай ғажайып күтіп тұр? Міне, осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, сізге де ғажайып кітабын оқуға кеңес беремін. Жулиана Паласион ғажайып заманауи классикасын оқып, әртүрлі сезімдерін бастан өткересіз. Әр жаңа бетті ашқан сайын жаңа кейіпкермен танысасыз. Бұрынғыдан да мейірімді болуды үйренесіз. Себебі олар сізге мейірімділік пен әділеттің бірін танытау керек болса, олар сізге мейірімділікті